Мемлекет басшысының тапсырмасымен дәстүрлі мектепке жол акциясы биыл мерзімінен бірі ерте басталды. Қайырымдылық шарасы жүректен жүрекке ұранымен жүзеге асырылады. Жобаның бас серіктесі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Облыс бойынша тұрмысы төмен отбасылардан шыққан 14 мыңнан астам балаға көмек көрсету жоспарда. Әр бала кедергісіз білім алуы тиіс. Алайда әлеуметтік әлжуаз топтар үшін жеткіншектерді мектеп формасымен, оқу құралдарымен қамту оңайға соқпайды. Бұл әсіресе көп балалы отбасыларға қиындық тудырады. Тұрмысы төмен жанұяларға қолдау көрсету мақсатында елімізде мектепке жол акциясы жүзеге асырылып келеді. Биыл игі шара 3 шілдеде басталды. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасын орындау мақсатында қайырымдылық акция дәстүрлі түрден бір ай бұрын басталып отыр. Акцияның негізгі мақсаты аз қамтылған, көп балалы және тұрмысы төмен отбасылардың балаларына әлеуметтік қолдау көрсету болып саналады. Былтыр өңірде қайырымдылық акциясымен 11 мыңнан астам балаға көмек көрсетілген. Нәтижесінде өрендер мектеп қабырғасында емін-еркін тәлім алды. Жобаға жергілікті меценаттар жыл сайын атсалысуда. Атымтай жомарттар биыл да белсенділік танытуға әзір. Акцияның 11 жыл ішінде 178.339 балаға 935 миллион 260 мың теңгеге материалдық көмек көрсетілсе, тек қана 2018 жылы ірі компаниялар мен акционерлік қоғамдардың, бизнес қоғамдастықтардың, мемлекеттік органдардың, кәсіпкерлердің, демеушілер мен меценаттардың көмегінің арқасында аз қамтылған көп балалы отбасылардан 11.127 балаға жалпы сомасы 62 миллион 288 мың теңге материалдық және қаржылық көмек көрсетілді. Акция 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Аз қамтылған және көп балалы отбасылардың балғындарына, жетімдер мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған жәудір көздерге қол ұшын созуды ұйғарған тұрғындар облыстық білім басқармасына, яғни 24 26 23 телефонына қоңырау шалуына болады. Сіздің қолдауыңыз жеткіншектерге шаттық сыйлап, білімге деген ынтасын арттырары анық. Еркебұлан Смайдяров, Тарас Қажымов, Айдос Қисымов, Ажайық арнасы.